Y тең негізі болғанда x-ің логарифмі түріндегі функцияларды логарифмдік функция дейміз. Бұндағы логарифм негізі 0-ден үлкен және 1-ге тең емес сан болу керек. Логарифмдік функцияның анықталуы болса әрқашанда оң сан болып табылады. Мысалы, y тең негізі 2 болғанда x квадрат минус 1-дің логарифмі берілсе, онда бұның анықталуы болсын табу үшін x квадрат минус 1 үлкен 0-ден дейміз. Бұдан x квадрат үлкен 1-ден, бұдан x-тің модулы 1-ден үлкен болып шығады. Модулы 1-ден үлкен болатын болса, онда функцияның анықталуы болса, минус шексіздіктен минус 1-ге дейін және 1-ден плюс шексіздікке дейінгі сандар жиыны болады. Екінші, y тең негізі 2-ден 1 болғанда x минус 3-тің 3-ден 2 дәрежесінің логарифмі. Логарифмнің қасиеті бойынша логарифм астындағы санның дәрежесі логарифм алдына коэффициент болып түсіп кетеді. Сондайша y тең 3-ден 2 көбейтілген негізі 2-ден 1 болғанда x минус 3-тің логарифмі болады. Енді бұл логарифмнің анықталуы болса x минус 3 үлкен 0-ден болу керек, одан x үлкен 3-ден. Ендеше функцияның анықталуы болса 3-ден плюс шексіздікке дейінгі сандар жиыны болды.